Саламатсыздар ма құрметті оқушылар, мен Шымкент қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 65-ші мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі, есімім Балтабай Тұрарбек болады. Бүгін сіздермен санға бөлінгіш қасиет туралы тақырыпты талдайтын боламыз. Ендеше сабақты бастайық. Бірінші, екінің бөлінгіш қасиеті немесе екіге бөлінетін сандар деп қарастыруға болады. Бірінші, егер санның соңғы цифры 2-ке бөлінсе, онда ол сан 2-ке бөлінеді. Немесе санның соңғы цифры 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрлармен аяқталатын болса, онда бұл сандардың барлығы 2-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Мысалыға 102, соңғы цифры 2-мен аяқталып тұр, сол себепті 102 деген санымыз 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Осы сияқты 48, соңғы цифры 8-бен аяқталып тұр, сол себепті 48 деген санымыз 2-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Осы сияқты мысалы 36, соңғы цифр 6, 6 2-ге қалдықсыз бөлінеді, сол себепті 36 деген санымыз 2-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Келесі, 3-ге бөлінетін сандар немесе 3-тің бөлінгіштік қасиеті. 3-тің бөлінгіштік қасиеті. Егер санның цифрларының қосындысы 3-ге бөлінетін болса, онда бізге берілген санды 3-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Мысалыға 1023 деген санымыз. 1023 деген санымыз цифрларының қосындысы 1, қосамыз 0, қосамыз 2, қосамыз 3. Цифрларының қосындысы бізге 6-ға тең болып тұр. 6 деген санымыз 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Сол себепті 1023 деген санымызды 3-ке бөлінеді екен. Келесі, 4-тің бөлінгіштік қасиеті. 4-тің бөлінгіштік қасиеті. 4-ке бөлінетін сандар, егер санның соңғы 2 таңбамен аяқталатын цифры 2-0 мен немесе соңындағы 2 таңбалы цифры 4-ке бөлінетін болса, онда бізге берілген бастапқы санда 4-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Мысалыға 1200 деген сан. 1200 соңында 2-0 мен аяқталып тұр, сол себепті ол санымыз 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Осы сияқты мысалы 1036 соңында 2 таңбалы сан бізге 36 деген, 36 4-ке қалдықсыз бөлінеді. 36-ны 4-ке бөлсе, әрине 9-ға тең болады. Сол себепті 1036 деген санымызда 4-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Келесі, 5-тің бөлінгіштік қасиет. 5-ке бөлінетін сандар немесе 5-тің бөлінгіштік қасиет деп қарастыруға болады. 5-тің бөлінгіштік қасиет, егер санның соңғы цифры 0 мен немесе 5-пен аяқталатын болса, онда бізге берген бастапқы саны 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Мысалыға 105, соңғы цифры 5. Соңғы цифр 5 болғандықтан бізге 105 деген санымыз 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Осы сияқты мысалы 200 деп алуға болады, немесе 205 деп алуға болады. Соңғы цифр 0 мен 5-пен аяқталса, онда бізге берілген бастапқы сан 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Келесі, 6-ның бөлінгіштік қасиеті. 6-ға бөлінетін сандар немесе 6-ның бөлінгіштік қасиеті. 6-ның бөлінгіштік қасиеті. Бірінші сан 6-ға бөліну үшін 2 мен 3-ке бөлінсе, онда бізге берілген санымыз 6-ға қалдықсыз бөлінеді екен. Мысалыға 114 деген сан. 114 деген санымыз 2-ке бөлінеді ме? 2-ке бөліну үшін бізге соңғы цифры, бағана біз бастапқыда айтып кеткендей 0, 2, 4, 6, 8-бен аяқталу керек. Біздің соңғы цифрымыз 4-ке аяқталып тұр, сол себепті 2-ке бөлінеді. Ал 3-ке бөлінеді ме? 3-тің бөлінгіштік қасиеті қандай еді? Цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетін болса, онда бізге берілген сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Цифрларының қосындысы 1, қосамыз 1, қосамыз 4. Цифрларының қосындысы 6-ға тең. 6 3-ке қалдықсыз бөлінеді, сол себепті 114 деген санымыз 3-ке бөлінеді екен. Міне бізге берілген 114 деген сан 2 мен 3-ке қатар бөлініп тұр, сол себепті бұл санымыз 6-ға қалдықсыз бөлінеді екен. Келесі 8-дің бөлінгіштік қасиеті. Бізге 7-дің бөлінгіштік қасиеті берілмеген. Келесі 8-дің бөлінгіштік қасиеті. 8-ге бөлінетін сандар немесе 8-дің бөлінгіштік қасиеті деп алуға болады. 8-дің бөлінгіштік қасиеті, егер санның соңғы 3 цифрдан құралған 3 таңбалы сан 8-ге бөлінсе, немесе сан 3-0 мен аяқталса, онда бізге берілген сан 8-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Мысалыға 1000.
1000 деген санымыз соңында 3 таңбалы саны, соңында 3 таңбалы саны бізге 3 нөлмен аяқталып тұр. Немесе жаңағы соңғы 3 цифрдан құрған 3 таңбалы сан 8-ге бөлінсе де, мысалыға қандай сан қарастыруға болады екен? Мысалыға 1016, соңындағы 16 деген санымыз, яғни 016 деген ол 16. 16 деген санымыз 8-ге бөлінеді. Сол себепті 1016 деген санымыз да 8-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Келесі 9-ға бөлінетін сандар, немесе 9-дың бөлінгіштік қасиеті. 9-дың бөлінгіштік қасиеті, егер санның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін болса, онда бізге берілген сан да 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Мысалы 1809 деген сан. 1809 деген сан цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін болса, онда бізге берілген санда 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Мысалға 1 қосамыз 8, қосамыз 0, қосамыз 9. Цифрларының қосындысы 18-ге тең. 18 9-ға қалдықсыз бөлінгендіктен, онда 1809 деген санымызда 9-ға қалдықсыз бөлінеді екен. Келесі санымыз, ең соңғы санымыз 10-ға бөлінетін сан, немесе 10-ның бөлінгіштік қасиеті. Бұл ең оңай сан. 10-ға бөліну үшін санның соңғы цифры тек қана 0 деген санмен аяқталса ғана 10-ға қалдықсыз бөлінеді екен. Мысалыға 10, немесе 20, немесе 450 деген сандарды айтуға болады. Осымен бүгінгі біздің санға бөлінгіштік қасиет туралы барлық сандардың қасиетін біз қарастырып шықтық. Енді осы тақырыпқа байланысты бірнеше есептерді талдап өтейік. Бірінші есебіміз, яғни санға бөлінгіштік қасиеті бойынша берілген тапсырмалардың бірінші есебі. Төмендегі қатарлар ішінен мүшелері 2-ге еселі болатын қатарды тап дейді. Яғни 2 еселі деген сөзіміз, яғни 2-ге бөлінетін қатар табуымыз керек. Бірінші біз А вариантынан бастап қарастырайық. А вариантында 2-нің бөлінгіштік қасиеті соңғы цифры 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталатын болса, онда біздің берілген санда 2-ге қалдықсыз бөлінетін еді. Бізде 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталып тұрған А вариантында екен 12, 2, 4, 8, 6. Значит, бізге дұрыс жауабымыз А варианты болады. Келесі екінші есебіміз, төмендегі қатарлар ішінен мүшелері 3-ге еселі болатын қатарды тапты. Яғни 3-ге бөлінетін қатарды табуымыз керек. Біз, яғни А вариантында бастап жүріп шығайық. Бірінші А вариантында 9 деген санымыз 3-ге бөлінеді. 18 деген санымыз 3-ге бөлінеді. 27 деген санымыз тоже 3-ге бөлінеді. 36 деген санымызда 3-ге бөлінеді екен. Бұл жерде 3-дің бөлінгіштік қасиетін пайдаланбай есептің дұрыс жауабын табуға болады екен. Себебі бізге берілген сандар өте аз сандар екен. 9, 18, 27, 36 деген. Келесі есебіміз. 8-ге еселі сандар қатарын тап дейді. Яғни 8-ге бөлінетін сандары қатарын табуымыз керек екен. 8-ге бөлінетін бұл жерде де аз сандар екен. Бірден дұрыс жауап табуға тырысақ, А вариантын қарастырып көрейікші. 24 8-ге бөлінеді, 32 де 8-ге бөлінеді, 40 та 8-ге бөлінеді, 48 де 8-ге бөлінеді. Сол себепті біздің дұрыс жауабымыз А варианты болады екен. Өте жақсы. Келесі төртінші есебіміз, төмендегі қатарлар ішінен мүшелері 11-ге еселі болатын қатарды тапты. Негізі біздің 11-дің бөлінгіштік қасиеті бар, бірақ бұл жерде барлығы аз сандар екен. Сол себепті бөліп қарастыра салайық. А вариантында 22 11-ге бөлінеді ме? Әрине, 33-те бөлінеді екен, 55-те бөлінеді екен, 99-да, 121-де бөлінеді екен. 11-ге бөлінетін сандарды анықтау үшін тіпті бізге оңай жол бар. Мысалға 121 деген сан 11-ге бөлінеді, бөлінбейтін қалай анықтауға болады? Мысалға 11-ге 11-ді көбейтсек, бізге 121-ге тең болатынын білеміз. Сол 11-ге 11-ді көбейтудің ең оңай тәсілі, немесе 11-ге кез келген санды көбейтудің ең оңай тәсілінің бірі мынау. Мысалы 13-ті 11-ге көбейту үшін санның бірінші цифры 13 деген бірінші цифр 1-мен басталып тұр, соңғы цифр 3-пен аяқталып тұр. Онда біздің 11-ге көбейткен кезде де санымыз бірінші 1-мен басталады екен, соңы 3-пен аяқталады екен. Енді 1-ге 3-ті қоссақ қанша болады? Әрине 4. Онда 13 деген санымыз 11-ге көбейтсек те 143-ге тең болады екен. Енді кішігірім лайфхак қос сендерге. Келесі 5-ші есебіміз. Бізге берілген 45200
224, 34, 44 па, 204 па білмейміз қандай сан екенін. Жалпы 45.200 жұлдызша 4 деген сан екен. Жалпы берілген 5 таңбалы сан. Ол бізге берілген 5 таңбалы сан екен. Осы санды 3-ке қалдықсыз бөлу үшін жұлдызшаның орнына қандай санды қоюға болатынын анықтау керек екен. Бізге қараңдар, 3-ке бөлінгіш қасиет қандай еді? Цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетін болса, онда бізге берілген бастапқы саны 3-ке бөлінеді. Мысалы, қазір біз мына сандардың цифрларының қосындысын табайық. 4-ке қосамыз 5-ті, қосамыз 2-ні, қосамыз 4-ті, қосамыз жұлдызшаның ең соңына қалдыра салайық. 4-ке 5 қосса 9, 2-ні қосса 11, 4-ті қосса 15. Енді 15 қосамыз жұлдызша. Енді жұлдызшаның орнына қандай сандарды бізге берілген варианттағы сандарды қою арқылы 3-ке бөлінетін, бөлінбейтін ажыратып алайық. Енді біз қарастырайық, жарайды бізге барлығы оңай сан екен. В вариантын қарастырып көрейікші. 15-ке 0-ді қойсам. 15-ке 0-ді қоссам, жұлдызшаның орнына 0-ді қойып жатырмын. 15-ке 0-ді қоссам 15, 15 3-ке бөлінеді. Сол себепті бізге 45.204 деген санда жұлдызшаның орнына 0-ді қойсам. 45.204 деген санда 3-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Значит, бізге жауабы 0 барлар екен. 0 барлар бізде А, В және Д. Бізге С-мен не қажет емес. Енді біз келесі 3 деген санды қойып көрейік. Енді 15-ке 3-ті қосса 18, 18 3-ке бөлінеді. Сол себепті бастапқы санымызда жұлдызшаның орнына 3-ті қойсақ, 45.234 деген санда 3-ке бөлінеді екен. Енді біз бірден табайық. Келесі 15-ке 6-ны қойсақ, В вариантын қарастырып жатыр. 6-ны қоссақ, 21. 21 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Келесі 9-ды қойып көрейік. 15-ке 9-ды қоссақ 24, 24 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Значит, біздің дұрыс жауабымыз В варианты болады екен. Келесі, дәл осы сандар, дәл осы 5 таңбалы сан берілген. Осы санның 3-ке де 4-ке де қалдықсыз бөліну үшін біз бағана қандай санды қойған едік? 0, 3, 6, 9 деген сандарды пайдаланып 3-ке бөлінуші қасиетін анықтаған еді. Енді осы сандарды пайдаланып енді 4-ке бөлінуші қасиетін табатын болса, болды, біздің есептің шешімі табылады. Енді 45.204-дің бөлінгіш қасиеті қандай еді? 4-тің бөлінгіш қасиеті соңғы 2 нөлмен аяқталу керек, немесе соңғы 2 цифры 4-ке бөліну қажет. Бізге соңғы 2 цифр 4-ке бөлінетіне жұлдызшаның орнына сан қоюымыз керек. 0-ді қойсақ бола ма? Жұлдызшаның орнына 0, 4. Енді 0,4 деген 4, 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Сол себепті бізге 0 деген сан жарайды екен. Келесі 3-ті қойып көрейік. Ең соңына 34. Жұлдызшаның орнына 3-ті қойып жатырмын. Жұлдызшаның орнына 3-ті. 34 деген сан 4-ке қалдықсыз бөлінбейді. Сол себепті бізге 3 деген санымыз жарамайды екен. Келесі 6. 6-ны қойса 45.264 деген сан шығады. 64 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Сол себепті біздің берілген бастапқы сан 4-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Значит, бізге 6 деген сан жарайды. Келесі 9 деген сан. 94 деген санымыз 4-ке бөлінбейді. Сол себепті 9 деген сан жарамайды. Бізге қажет сан 0 мен 6 екен. 0 мен 6 деген бізде В вариантына. Значит, дұрыс жауабымыз В варианты екен. Келесі 7-ші есебіміз. Бізге берілген 5А6 саны 9-ға бөлінеді. А әрпінің орнына қойылатын цифрды тап дейді. Значит, бізге берілген сан 4 таңбалы сан ғой. 9-ның бөлінгіш қасиеті қандай еді? Цифрларының қосындысы, цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін болса, мына бізге берілген бастапқы саны 9-ға қалдықсыз бөлінетін еді. Енді цифрларын қосақ, 5 қосамыз А, қосамыз А, қосамыз 6. Символы 5-ке 6-ны қоссақ 11, қосамыз А-ны қоссақ 2А. Енді жұлдызшаның орнынан жерде А, Б, С, Д, Е варианттағы бір санды таңдап алып қоюға болады екен. Қою арқылы тексерім. Бірінші біз А вариантын қарастырайық. А-ның орнына 6-ны қоямын. 2-ке 6-ны көбейтемін. 12. 12-ке 10-ді қосамын. 23. 23 деген санымыз 9-ға бөлінбейді. Сол себепті біз А деген сан жарамайды екен. Келесі 8. 2-ке 8-ді көбейтемін. А-ның орнына 8 деген саны қойып жатырмын. 2-ге 8-ді көбейтемін. 16. 16-ға 11-ді қоссам, бізге 27. 27 деген санымыз 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Сол себепті біздің дұрыс жауабымыз В варианты болады екен. Яғни А-ның орнына біз
8 деген санды қойдық. Сонда біздің шыққан санымыз 5886 деген санға тең болды. Келесі 5041 деп басталады екен. Яғни жұлдызша 4 таңбалы саны берілген болса, онда 2-ге және 9-ға қалдықсыз бөліну үшін жұлдызшаның орнына қандай сан болатынын анықтаңыз дейді. Енді біз 2 мен 9-ның өзінің бөлгіш қасиетін пайдалану арқылы осы санды тауып алады екенбіз. Енді 2-ге бөліну үшін соңы, яғни 0, 2, 4, 6, 8 мен аяқталу керек. Барлығы 0, 2, 4, 6, 8 мен аяқталып тұр. Онда барлығы жарайды деген сөз. Енді біз тек қана 9-ның бөлгіш қасиетін пайдалану арқылы мына жерде сандарды қою арқылы дұрыс жауапты табамыз. Бізге берілген 9-ның бөлгіш қасиеті, цифрлардың қосындысы 9-ға бөліну керек. 5-ке қосамын 4-ті, қосамын 1-ді, қосамын жұлдызшаны. Енді 5-ке 4-ті қоссам, бізге қанша? 9, 1-ді қоссам 10. Енді 10-ға қандай санды қосқан кезде 9-ға бөлінеді екен. Енді бірден табуға болады, әрине ол 8. 10-ға 8-ді қоссақ, бізге қанша тең болады? 10-ға 8 қоссақ 18. 18 деген санымыз 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Бұл себепті дұрыс жауабымыз бізге 8 болады екен. 8-ді қойған кезде біздің санымыз 5418 деген санға тең болады екен. Келесі есебіміз 73450 мен 50 арғарап білмеймін қандай санмен аяқталған. Жалпы 5 таңбалы сан екен. 6-ға қалдықсыз бөлінетін жұлдызшаның орнына қоюға болатын цифрлардың көбейтіндісін тап дейді. Енді 73450 жұлдызша. Енді 6-ның бөлгіш қасиеті қандай еді? Егер біздің санымыз 2-ге 3-ге бөлінетін болса, онда ол бастап берілген санымыз 6-ға қалдықсыз бөлінеді екен. Осы қасиетті пайдаланып, мына жерде жұлдызшаның орнына бір таңбалы сандарды қойып шығайық. Мысалы, 1-ді қоюға болмайды. Не себепті? Себебі 1-ді қойған кезде соңы 1-мен аяқталса, онда ол санымыз соңы тақ сан болғандықтан 2-ге бөлінбей қалады. Бізге 2-ге бөлінбеген сан, онда 6-ға да бөлінбейді. Бізге 2-ге бөлінсе, 3-ге бөлінсе, онда ол санымыз 6-ға бөлінетін еді. Енді жұлдызшаның орнына бізге тек қана жұп сандарды қоя алатынымыз анық болды. Енді бізге 0-ді қойсақ бола ма? 0, 2, 4, 6. Біз 0-ден бастап қояйықшы. 0-ді қойдық. Енді цифрлардың 0-ді қойған кезде әрине 2-ге бөлінеді. Енді 3-ге бөліне ме екен, соны анықтайық. 7-ге қосамыз 3-ті, қосамыз 4-ті, қосамыз 5-ті, қосамыз 0-ді. Цифрлардың қосындысы бізге қанша? 19-ға тең. 19 3-ге бөлінбейді. Сол себепті 0 деген санымыз жарамайды екен. Келесі 2 деген саны қояйық. Цифрлардың қосындысы. Мен 7-ге 3-ті қосам, оған 4-ті қосам, оған 5-ті қосам, қосамын жұлдызшаның орнына 2 деген сан қойып жатыр. 7-ге 3-ті қоссам 10, оған 4-ті қоссам 19. 4-ті 5-ті қоссам, дұрыс 19-ға тең болады. Енді 19 жұлдызшаның орнына 2-ні қоямын. 2-ні қойған кезде 19-ға 2-ні қоссақ 21-ге тең болады. 21 3-ге қалдықсыз бөлінеді. Сол себепті бізде 73452 деген санда 3-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Енді 3 пен 2-ге қатар бөлініп тұр. Значит, бұл санымыз 6-ға қалдықсыз бөлінеді деген сөз. Бізге 2 деген сан жарады. 2 деген санды алып қояйық. Келесі 4-ті қойып қояйық. 19-ға 4 қоссақ 23. 23 деген сан 3-ге бөлінбейді. 6-ны қойып көрейік. 6-ны қоссақ 19-ға 6-ны қоссақ 25. 25 3-ге бөлінбейді. Келесі 8-ді қойып көрейік. 8 деген сан қоссақ 19-ға 8 қоссақ 27-ге тең болады. 27 3-ге 3-ге қалдықсыз бөлінеді. Бізге 8 деген сан жарайды екен. Енді 9 жарамайды. 2 таңбалы сан қоймаймыз. Себебі біздің берілген сан 5 таңбалы сан. Тек қана бір таңбалы сандарды ғана қою қажет екен. Енді 2 сан тапты. 2 сан жарайды екен. Енді 2 санның көбейтіндісін тап деген. 2 мен 8-ді көбейтетін болсақ 16-ға тең болады. Біздің дұрыс жауабымыз Д варианты болады екен.